Assalamualaikum. Evet. Президентке жолдайды. Тоқаев президент Кемелұлы. Evet, Тоқаев президент. Мен аты-жөнім рахмет Роман Рома. Атырау облысынан Қазақстан азаматымын. Тоқаев президент. Біз сендерге жолдау жасап мына Атырауда сатпен теріптің, акиматтың, әкімдердің жасамағатын мәселені шеше алмай отыр. Сол сендерге Тоқаев президент саған жолға тура келді. Енді мәселе былай болып тұр. Мен өзім үшінші жылдар университеттемін. Енді TCC деген компания мен жұмыстан шығарып тастады. Тоқаев президент өзің айтқаншашы ма? Мүгедектерге адамдарға тимеңдер, жұмыс жасауға құқығы бар деп. Енді қалай бар екен Тоқаев президент осы мәселені қолға алып жоғарыда отырған министр, депутаттар осы шара қолда талап етеміз. Мынау сатпен серіктен, короче, жұмысын жасамай отыр. TCC компанияда әлдері келмей жатыр. Сосын аманаттар жасамайды. Сосын еңбек күнтестері олар сол семейлер жасамай жатыр. Сол осылар Тоқаев президент осылар қашанамен отырады, халықтың жұмыс жасамайтын болды, халықты қабылдамайтын болды. Олар не керегі бар ондай? Сондықтан біз жоғары жақтан сұрайтын, жоғарыда отырған министр, депутаттар, депутаттар пайдасы жоқ, біреуі де шықпайды ғой бізге, прикинь. Қазақтың дейтін, қазақтың намысы жоқ. Жоғарыда отырған министр, депутаттар біреуі де шықпайды ғой. Осы мәселенің қалай бар екен, кім шара қолдайды, соны талап етеміз. Тоқаев президент осы мәселені қолға алшы. Осы сатпен серікті Раслан Орынбасан, Муса, депутат Орлан босатуға сұраймыз. Осы мәселеден бізден көмегін сұраймыз. Бізге көмек керек болады. Соның қалай бар екен. Соның хабарын айтыңдаршы. Бізге шығындар жолға.